Хабарымыз жалғастырамыз. Павлодар облысында бүгінде 197 мыңнан астам адам медициналық мобильді қосымшаны қолданады. Оның 30 мыңы ауыл тұрғындары. Осылайша цифрландыру жұмыстары медицина саласында қарқынды жүзеге асып жатыр дейді. Бүгінгі онлайн брифингте Дамумет қосымшасы қалай жұмыс жасап тұр? Тілшіміз тарқатсын. Қазіргі таңда облыстағы 31 медициналық мекеменің 16-сында ПАКШ жүйесі енгізілді. Бұнда зертханалық, флюорография және рентген сияқты тексерулердің суреттерін сақтап көруге болады. Қазір мекемелер бұл жүйені қарқынды қолданады. Бұл туралы онлайн өткен баспасөз жиынында Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының бөлім басшысы Эльмира Темірғалиева мәлім етті. Цифровизацияны жайында айтып кететін болсақ, медицина саласында өте көптеген цифрлық технологиялар енгізуде. Өткен жылмен қорытындысы бойынша айтып кететін болсақ, яғни 3 миллионнан аса электрондық форматта ұсынылған болатын. Егер 2017 жылғы 22 электрондық нысанын енгізілетін болса, 19 жылдан бастап медициналық құжаттардың нысандары 234 электрондық форматқа ауыстырылған болатын. Одан бөлек Павлодар облысында бүгінде 197 мыңнан астам адам медициналық мобильді қосымшаны қолданады. Оның 30 мыңы ауылдық жерде тұратын адамдар. Мобильді қосымша цифрландыру саласында көп жеңілдік беретіні сөзсіз. Қазіргі таңда пациенттер барлық мобильді қосымша арқылы ауруханаға жазыла алады. Алайда ақаулар да кездесіп тұрады. Дамумет является одним из поставщиков МИСов. Дамумет медициналық ақпараттандыру жүйенің бір жеткізушісі. Әр медициналық ұйым Дамуметпен өздері келісімшартқа отырады және қаржыландырылады. Яғни кемшіліктер болса, онда медициналық мекеме өздері шешеді. Сондай-ақ онлайн брифинг барысында вакцинацияда сөз етілді. Өткен тәулікте вакцинаның бірінші компонентін 5994, ал екінші компонентті 2324 адам алған. Жалпы күштік құрылымдардан 198, мұғалімдер 1162, медициналық қызметкерлердің 3128 және 15 студент екпе салдырды. Қазіргі таңда 65 жастан асқан азаматтарға екпе салынып жатыр. Ал вакцина жеткіліксіз деген ақпарат жалған, деді басқарма өкілі. Самал Қалиқызы, Ертіс ақпарат.